Сәлем достар, біз адамдар барлығын басқара аламыз деп айтуға үйренгенбіз. Бірақ табиғатта кейде өзінің күшті жақтарын көрсеткен кезде қолымыздан ештеме келмей тек қарап тұрамыз. Достар, Алтын балта арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге табиғаттың ерекше құбылыстары жайлы айтамыз. Мұзды цунами. 2013 жылы Канада мен Солтүстік Американың Миннесота штатының көлге жақын аумақтарында ерекше табиғат құбылысы орын алды. Жергілікті тұрғындар оны мұзды цунами деп атап кетті. Өзенге жақын жерде тұратын тұрғындар түсініксіз дауысты естігенін, шығып қараса, жақындап келе жатқан мұзды көргенін айтады. Бұл мұздардан көптеген үйлер, үй алдындағы балалар зиян көрді. Егер де бұны мұзды цунами деп атайтын болсақ, оның биіктігі кей жерлерде 6 метрге дейін жетті. Бұл көшкін ақырындап 15 минутқа ғана созылған болса да, тұрғындардың қарап тұрудан басқа ештеңе қолдарынан келмеді. Цунамидің дауысы пойыздың немесе айнаның тоқтаусыз ұрған дауысқа ұқсайды. Мұздың бұлай көшуінің себебін түсіндіруге тырысқан адамдар көп болды. Алайда, осындай ерекше құбылысқа және табиғаттың тылсым күшіне таң қалмай амалымыз жоқ. Шаңды дауыл. Бұл дауылды тірідей көрген адамдар болса, олар ойланбастан бұны таңғаларлық және қорқынышты құбылыс деп айтар еді. Миллиондаған майда құмнан құралған дауыл алдындағының барлығын жұтып саған қарай келе жатқан секілді. Құмды дауылдар негізінен жылдың жылы мезгілдерінде шөлді жерлерде болады. Кей кездерде құмдар ауада біршама уақыт қалып, шаңды бұлт секілді әлемнің кез келген нүктесіне баруы мүмкін. Үлкен құмды дауылдардың биіктігі 1,5 километрге дейін жетуі мүмкін. Құмды дауылдарды көбірек Сахара шөлдерінде көруге болады. Құмды дауылдар жыл сайын көптеген адамдардың өмірін алып кетіп жатыр. Мысалы, 2008 жылы Моңғолияда болған дауылдың әсерінен 46 адам қаза тапты. Сондықтан табиғаттың күшін менсінбеуге болмайды. Көбікті жағалау. Бұл алдыңғыларға қарағанда ерекше және сирек кездесетін құбылыс. Көптеген адамдар көріп, өзі барып ұстап көргісі келіп жатқан шығар. Бұл суретке қарап тұрып, теңізден үлкен көбікті ванна істеген секілді. Бұндай құбылысты әлемнің көптеген жерінен көруге болады. Көбінесе жердің оңтүстік аймақтарында, Австралия мен Африкада кездестіруге болады. 2007 жылы Австралияның Сидней қаласының 50 километрдей жағалауына осы бір көбіктер толып кетті. Көбіктер бірнеше минутта көптеп жиналғандықтан, адамдар қалай көбіктің астында қалғанын білмей қалды. Кей адамдарға бұл ұнағандықтан сағаттап суретке түсіп, көңіл көтерді. Мамандардың айтуынша, көбіктер мұхитта көптеп жиналған мұсырдан пайда болады дейді. Достар, осылардың біреуін тірідей көргіңіз келсе, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де көргендеріңіз болса, өзіңіздің сол кездегі сезіміңізбен бөлісіңіздер.